Сәлем баршаларыңызға, бүгін куриный стрипсы жасаймыз. Бізге қажетті зат тауық еті. Тауық етін біркелкі ұзынша етіп тураймыз. Бұл бөліктерді тағы да ортасынан бөліп, сопақша етіп жасап аламыз. Турап болған еттерімізді ыдысымызға салып, үстіне қажетті дәмдеуіштерімізді саламыз. Ең алдымен кішкентай қасықпен 2 қасық сұйық майымызды, дәміне қарай тұзымызды, 1 қасық паприка қызару үшін, және де чеснок. Чесноктың свежий түрін қолданғандарымыз дұрыс, барлығын араластырып аламыз. Чипсидің кез келген өзіңізге ұнайтын түрін қолдансаңыздар болады. Үгітіп ыдысымызға саламыз. Келесі кезекте дайын болған тауық еттерін ең алдымен ұнымызға батырамыз, барлық жағын тегізіп, одан кейін жұмыртқамызға саламыз. Жұмыртқадан алған соң чипсидің үстіне салып, барлық жеріне бір тегіс аунатып шығамыз. Дайын болған стрипсімізді пергамент листің үстіне қоямыз. Пешімізде 200 градуста 20-25 минут аралығында пісіріп аламыз. Осымен біздің стрипсіміз дайын. Ас болсын, жасап көріңіздер.